Ассалаумағалейкум. Тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар. Онымен сіздерді Юлия Кушнарова және Құрманбек Жұмағали таныстырады. Бүгін көретіндеріңіз. Шетелдік сарапшылар Қазақстанның дамуына президент Нұрсұлтан Назарбаевтың сіңірген еңбегін ерекше бағалап отыр. Мәскеудің Домодедово әуежайында болған жарылыстан 35 адам қаза тапты. Көз жұмған 9 азаматты тану мүмкін болмай отыр. Экологиялық төлемдер экологиялық мәселелерге жұмсалуы тиіс. Астанада қоршаған ортаны қорғау министрлігінің алқа мәжілісі өтті. Қысқы Азия ойындарының алауы Өскеменде. Алаугерлер алауды қала көшелерімен және қайық арқылы Ертіс өзенімен алып өтті. Бүгін Астанада Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының ұйымдастыруымен ұлттық лидер факторы және жаңғырту үдерісі деген тақырыпта халықаралық конференция өтті. Жиынға Әзербайжан, Германия, Түркия, ақш, Франция сияқты бірқатар елдерден ғалымдар мен азаматтық қоғам институттарының өкілдері келді. Шетелдік ғалымдар Қазақстан дамуына президент Нұрсұлтан Назарбаевтың сіңірген айрықша еңбегін атап өтті. Тақырыпта тілшіміз Саят Жөкенұлы тарқатады. Конференция барысында Астанаға келген сарапшы мамандар Қазақстанның бүгінгі күні айрықша жетістікке жетіп отырғанын баса айтты. Олар мемлекетті жаңғырту ісінде ұлттық лидер факторының мәніне тоқталып, Қазақстан жағдайында оның нақты іске асып отырғанын мәлімдеді. Сарапшылардың пікірінше, қазақ елінде референдум өткізудің барлық алғышарттары бар. Қазақстанның жеткен жетістіктері өте биік. Оны тек қазақстандықтар ғана емес, бүкіл әлемдік қауымдастық көріп отыр. Мемлекеттің бұдан былай даму мүмкіндігі Нұрсұлтан Назарбаев тұлғасымен байланысты екенін Қазақстан азаматтары сияқты басқалары да біліп отыр. Назарбаев Қазақстанның қазіргі тарихындағы жаңа дәуірдің символы. Ал референдум өткізу туралы бастама соның айғағы. Дәл осы жағдайда саясаткерлер халықтың шешіміне құлақ салу керек деп ойлаймын. Алдағы стратегиялық міндеттерді орындау үшін Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттілігін 2020 жылға дейін ұзарту жөніндегі халықтық бастама айқын әрі түсінікті. Әлемде саясаткерлердің барлығы дерлік өз халқының осындай қызу қолдауына ие бола бермейді. Қазақстандықтар ертеңгі күнге сеніммен қарап, келісім негізіндегі тұрақты дамуды қалайды. Олар Нұрсұлтан Назарбаевты өз болашағының кепілі ретінде көреді. Қазақстанның жетістікке жетуіне ең зор ықпал еткен фактор Нұрсұлтан Назарбаев. Сондықтан демократиялық қауымдастықтың президент өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзарту туралы бастама көтеруі кездейсоқтық емес. Францияда 11 референдум өткен. Біздің бұл істе тәжірибеміз мол. Сіздерде референдум өткізу идеясын халықтың өзі көтеруі және оның конституция талаптарына сай келуі аса құнды. Бұл халықтың елбасы саясатына сеніммен қарап, өз көшбасшысы жанында топтасуының белгісі. Конференцияға қатысушы сарапшылар Нұрсұлтан Назарбаевтың көшбасшы ретінде атқарған еңбектеріне кеңінен тоқталды. Жиында сөз алған ғалымдар референдум нақты демократиялық құрал және Қазақстан халқы оның көмегімен өзінің саяси ұстанымын білдіруге құқылы деген тұжырымға келді. Референдум тікелей демократияның көрінісі. Сондықтан, онда қабылданған шешімдердің аса берік құқықтық негізі бар. Көптеген елдердің конституциясында референдум өткізу мүмкіндігі ғана көрсетілмейді. Сонымен қатар, оның кейбір жағдайларда міндетті болуы кездейсоқтық емес. Еуропаның көптеген елдері Еуропа одағы мен Еуроаймаққа дәл осы референдум негізінде мүше болған еді. Қазақстан жағдайында да референдум аса маңызды мәселені анықтап беру қажет. Нұрсұлтан Назарбаев орасан зор еңбек сіңірді. Оны біз Қазақстан тарихынан байқап отырмыз. Ең бастысы, оның еңбегі елдің келешегіне де ықпал етеді. Референдум халық ойламасына кедерек. Референдум кез келген халықтың өмірлік маңызы бар мәселелерін шешуге жағдай жасайтын демократиялық әдістердің бірі. Түркия елінде де бірқатар маңызды сауалдар референдумға шығарылған болатын. Нұрсұлтан Назарбаев қазіргі заманның ататүрігі. Ол бүкіл түркі әлеміне үлгі боларлық тұлға. Сіздердің өз көшбасшыларыңызға беріктіктеріңіз бен бірліктеріңіз Қазақстанның қазіргі және келешектегі табыстарына кепіл болары сөзсіз. Референдум өткізу бұл кең таралған демократиялық әдіс. Көтерілген бастама қазақстандықтардың өз даму жолын жалғастыра бергісі келетінін дәлелдейді. Әрі осындай демократиялық жолды таңдап алу арқылы азаматтық қоғам өз құқықтық санасының жоғары екенін көрсетіп отыр. Сондықтан да бізге Қазақстанның өзіндік демократиялық дәстүрлері қалыптасып келе жатыр деуімізге негіз бар. Конференцияны қорытындылай келе Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Нұрлан Нығматуллин алқалы жиын барысында қалыптасқан ортақ пікірді жария етті. Оның айтуынша халықаралық сарапшылар елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тұрақтылық пен өрлеуді қамтамасыз етудегі тарихи рөліне назар аудара отырып, Қазақстан халқының бастамасы еліміздегі демократиялық ұстанымдардың көрсеткіші екеніне көз жеткізді.
Саят Жөкенұлы, Еркебұлан Құрманғалиев, хабар. Елбасы кемеңгер, көші түзу кемел ел. Бүгін Қызылорда қаласында өткен шара осылай аталды. Орталық алаңға жиналған 10 мыңға жоқ қала тұрғыны Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзарту туралы референдумды қуаттайтындарын білдірді. Шараны ұйымдастыруға ұйытқы болған Қызылорда облысының азаматтық альянсы қауымдастығы, Қазақстан кәсіпкерлері мен жұмыс берушілерінің атамекен жалпыұлттық одағының облыстағы филиалы және игілік қоры. Оған сондай-ақ үкіметтік емес ұйымдар, саяси партиялар, еңбек ұжымдарының жұмысшылары және ардагерлер мен студенттерде үн қосты. Мінбеге шығып сөз сөйлеген азаматтар қазіргідей бейбіт күнде жұртшылықтың осындай бір ізгі мақсат төңірегіне топтаса білуін демократияның көрінісі деп бағалады. Елдегі береке мен бірлік, татулық, экономикалық әлеуметтік дамудың бұдан әрі қарай қарқын алу үшін ел президентінің өкілеттігін ұзарту қажет деп санайтындарын айтты. Жастар мен жекелеген кәсіпорын жұмысшылары Нұрсұлтан Назарбаевты қолдаймыз деп ұрандаса, зейнеткерлер ақбатасын беріп жатты. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жаңа Қазақстанды құруда еткен еңбегі, оның еш уақытта естен кетпейтін кісі. Төле бидей тауып сөйлеп, қазыбек бидей қазып сөйлеу арқылы, әйтеке бидей жарып сөйлеу арқылы бүткіл дүние жүзінің халықтарын тәнті етті. Қызылорлықтар қолдайды, мен де шын жүрегімнен қолдаймын. Назарбай балалы аналарға, мектептің оқушыларға, барлық осы мүгедектерге дейін бәрі елеп қолсын беріп жатыр. 100 мектеп, 100 больница, сол барлық бағдарлама орындалып жатыр. Қазақты қара жиғып қалса құрап, халық уық болады хан шаңырақ. Шаңырақпен уығы берік болса, орындалар ойдағы бар шамұрат. Жұртшылықтың бейбіт мақсатта жиналуы бұл біздің еліміздің бірден бір саяси тұрақтылығының кепілі болып табылады. Сондықтан да бүгін осындағы өнер адамдары баршамыз жиылып осы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың құзыреттілігін 2020 жылға ұзартуды жөн деп санадық. Біздің еліміздің бірлігіміз бен тұтастығымыздың тірегі ол өзіміздің елбасымыз. Әрқашанда біз елбасымызбен біргеміз. Жамбыл облысының жұрты президент өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзартуды қолдап, біз елбасымен біргеміз деп аталған ауқымды шара өткізді. Оған облыстағы барлық мемлекеттік мекеме қызметкерлері, еңбек ұжымдары, үкіметтік емес ұйымдар, этномәдени бірлестіктер мен студенттер барлығы 10 мыңға жуық адам қатысты. Бүгінде Қазақстан халқының әл-ауқаты жақсарып, экономикалық дамуы еселей түсті. Әлем алпауыттарымен иық тірестіре өрлеуіміз ұлт көшбасшысының жемісті еңбегі деді шараға қатысушылар. Ал профессор, оқытушылар мен білімгерлер референдум өткізу, президент өкілеттігін ұзарту Қазақстан халқы үшін қай жағынан болса да тиімді деген пікірде. Нұрсұлтан Әбішұлының ғылым мен білім саласын дамытудағы еңбегі ерекше. Жастарымыздың шетелде білім алып, ел мүддесі үшін қызмет етуіне барлық мүмкіндіктер жасалуда. Ауылға барып еңбек етемін деген жас мамандарға да жағдай жасалуда. Сондықтан біз елбасы саясатын бір ауыздан қолдаймыз дейді студент қауым. Әлем аренасындағы беделі зор саяси тұлғаның президенттік өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзарту бастамасына қолдау білдіреміз деп үндеу жолдады. Президенттің жастарға деген көмегі өте көп. Ол мысалы әртүрлі шәкіртақылар бөлініп жатыр. Бұл ең маңызды көмегі деп ойлаймын. Және де қазіргі кезде Назарбаев университеті де ашылды. Соны да мысалға келтірсем болады. Бұл университетте оқу әрбір қазақстандық студент үшін арман деп ойлаймын. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев еліміздің тыныштығын сақтап, еліміздің өсіп өркендеуіне еңбегі сіңген азамат. Және елбасын бүгінгі жастар акциясында біз елбасын қолдаймыз акциясында жастар елбасын бір ауыздан қолдап отыр. Себебі сонау Төле би бабамыз аңсаған бозторғай жұмыртқалаған заманға енді жеткендей болдық. Және біз елбасымен болашақты болжай аламыз. Елбасымен бірге болашаққа барамыз деп сенеміз. Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының Алматы облыстық филиалы бүгінде 81 мыңнан астам адамды біріктіріп отыр. Олар жер-жердегі 456 бастауыш партия ұйымдарына топтасқан. Бүгін партияның облыстық филиалының кейінгі 2 жылда атқарған жұмыстары есеп беру сайлау конференциясында жан-жақты сөз болды. Ең бастысы қарапайым адамдардың Нұр Отанға деген сенімі артып келеді. Өткен жылы қоғамдық қабылдау бөліміне 3 мыңнан астам арыз шағымдар мен өтініштер түскен. Олардың көпшілігі жер телімдерін бөлу, пәтер алу, құқық қорғау органдарындағы кейбір әрекеттер мен сот шешімдері
шешімдеріне келіспеушілік, білім беру мен денсаулық сақтау саласындағы және зейнетақы тағайындау мен жұмысқа орналастыру мәселесіндегі келеңсіздіктерге байланысты. Әрбір хатқа нақты жауаптар қайтарылған, ал облыстағы үлкенді-кішілі құрылыс нысандарындағы жұмыс сапасы мен үдемелі индустриялық-инновациялық даму бағдарламасы бойынша қолға алынған жобалардың барлығы 324 партиялы бақылау бекеттерінің назарында болды. Жалпы атқарылған жұмыс ауқымды, алдағы міндеттер де одан орасан. Ол партияның 2020 жылға дейінгі бағдарламасының жобасын талқылау барысында нақтыланды. Конференцияға делегаттардың пікірінше ел бірлігі ең қымбат қазына. Қатысушылар ұйым жұмысына қанағаттанарлық деген баға берді. Партияның алдағы съезіне 45 адам делегат болып сайланды. 5 миллионнан астам халық жаңағы өз дауысын бергені елбасымыздың сара саясатын қолдағаны деп білеміз. Осы да бүгінгі мына конференциямызда айтылып, бір ауыздан дауыс беріп, елбасымызды 2020 жылға шейін өз өкілеттігін жалғастыруға үлес қосамыз деген сенімдеміз. Тек қана ынтымағы жарасқан елде, тек қана бірлігі жарасқан елде қандай да болмасын экономикалық қиындықтарды еңсеруге мүмкіндік болады. Сол Алматы облысының Нұр Отан партиясының жұмысы соған біздің дәлелдеп есептейміз. Қазақстан әлемдік саясатта үлкен беделге ие мемлекет. Бұл туралы пікірін еліміздің мемлекеттік хатшысы сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевпен болған кездесу барысында ақш-тың бұрынғы мемлекеттік хатшысы Колин Пауэлл білдірді деп хабарлайды Вашингтоннан біздің арнаулы тілшіміз Жігер Сәрсенов. Кездесуде тараптар Қазақ-Америка қарым-қатынастары жайында сөз етіп, әріптестіктің маңызды қырларына тоқталды. Қанат Саудабаев саясаттағы бұрынғы әріптесіне Қазақстанның былтырғы жылы Европада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық еткенін және ұйымның соңғы 11 жылда болмаған саммитін сәтті өткізіп, оның қорытындысы бойынша Астана декларациясы қабылданғанын жеткізді. Сондай-ақ еліміздің былтырғы жылды экономикада табысты аяқтап, ішкі жалпы өнім өсімі 7,5% құрағанын үлкен жетістікке жатқызды. Ал сыртқы саясатта президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Вашингтон саммиті кезінде ақш президенті Барак Обамамен кездесу екі ел арасындағы байланыстарды жоғары сатыға көтеруге ерекше екпін болды деді Қанат Саудабаев. Әріптесім бұл ойын қуаттаған Колин Пауэлл Қазақстанның қазір әлем алдында зор абыройға ие болып үлгерген мемлекет екеніне және ақш-тың қашанда онымен стратегиялық серіктес бола беретініне сенім білдірді. ақш-қа арнайы жұмыс сапарымен келген мемлекеттік хатшы сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевтың алда осы елдің мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон және тағы бірқатар саясаткерлермен кездесу жоспарланған. Мәскеудің Домодедово әуежайында болған жарылыс ресейліктерді ғана емес, бүкіл әлем жұртшылығын алаңдатуда. Лаңкестік әрекет салдарынан 35 адам қаза болып, қанша адамның жарақат алғаны әлі анықталу үстінде. Жарылыстың қуаты соншалық көз жұмған 9 азаматты әлі күнге дейін тану мүмкін болмай отыр. Әзірге жанкешінің әуежайға қала жақтан, яғни аса тексерілмейтін қақпадан кіріп, күтіп алушылардың қалың қатарына сіңіп кеткені белгілі. Бірақ жарылыстың қуатына қарағанда күдіктінің сыбайластары болған көрінеді. Сонша жарылғышты білдіртпей алып өту мүмкін емес деп есептейді әуежайда тергеу жүргізіп жатқан прокуратура қызметкерлері. Қаза болғандардың ішінде Ұлыбритания, Германия, Болгария, Украина, сондай-ақ Ресей астанасына жұмыс қамымен келген Өзбекстан, Тәжікстан және Қырғызстан азаматтары бар. Домодедово әуежайы өкілдерінің мәлімдеуінше болған оқиғада олардың кінәсі жоқ. Әуежай басшылығының пікірінше осындай жағдайдың болғанына біз жауапты емеспіз, себебі біздің негізгі жауап беретін саламыз әуе қауіпсіздігіне байланысты. Барлық талаптар дұрыс орындалды. Бірақ қайғылы жағдай орын алғандықтан қаза болған шетел азаматтарының туған туыстарын күтіп алып, мейманханаларға орналастырып беруге дайынбыз. Бүгінгі күні Домодедово әуежайының жұмысы қалпына келтіріліп, ұшақтар белгіленген кесте бойынша ұшып жатыр. Жолаушылардың айтуына қарағанда қауіпсіздіктің күшейтілгені мүлдем байқалмайды. Көңіл күйіміз әрине онша емес, бұл өте қайғылы оқиға. Сондықтан елге ауыр жүк арқалағандай сезіммен оралып жатырмыз. Біз Мадридтен ұшып келдік. Онда қауіпсіздік шаралары бізге қарағанда анағұрлым күшейтілген. Күдікті затты алып өту менің ойымша мүмкін емес. Өкінішке қарай, менің өмірімде бұл бірінші оқиға емес. Бірнеше рет ажалдан аман қалдым. Сондықтан ұшқан қорқынышты, бірақ амалы не, ұшуға тура келеді.
Соңғы бір жылдың көлемінде бұл Ресей астанасында орын алған бірінші оқиға емес. Былтыр Мәскеу метросындағы жарылыс салдарынан 40 адамның көз жұмғаны белгілі. Ел президенті Дмитрий Медведевтің айтуынша, бүгінгі таңда лаңкестік шабуыл жағынан Ресей 11 қыркүйекті басынан кешірген ақш-тан да қауіпті мемлекетке айналып отыр. Сондықтан лаңкестікпен күрес алдағы уақытта құқық қорғау саласының ең маңызды бағытына айналмақ. Асқар Серғалиев, Дана Нұржанова, Тимур Алтынбаев, Хабар агенттігі. Қазақстанның Ресейдегі елшілігінен келіп түскен мәліметтер бойынша Мәскеудегі Домодедово әуежайында болған жарылыстан қаза болған немесе жарақат алған адамдар арасында Қазақстан азаматтары жоқ. Бұл туралы